1912-1995 жылдар. Ұрғалы қызы Майко 1917-2008 жылдар. Әкеміз бен анамыз 1940 жылы отбасын құрып, 2 қыз 6 ұлды дүниеге әкеледі. 1942 жылы әкеміз әскерге шақыртылып, 1946 жылға дейін Челябинск облысы Богослов ауданында жер асты шахтасында жұмыс жасайды. 1946 жылы 1956 жылдар аралығында Қырғыз Республикасында Өрікті жылқы заводында жылқы баптаумен айналысады. 1956 жылдан зейнет жасына дейін Алматы облысы Жалаңаш ауылы Тоғызбұлақ колхоз мекемесінде әр сала бойынша еңбек етеді. Әкеміз 1995 жылы 83 жасында, анамыз 2008 жылы 91 жасында өмірден өтеді. Тәнекеұлы Исаба 1940-1995 жылдар 55 жасында дүниеден өтті. Базарбай қызы Бақытқан 1941-1975 34 жасында дүниеден өтті. Оңқайбек қызы Нұрбала 1954-2004 жылдар 50 жасында дүние салды. Исабаұлы Нұрлан 1965-1996 жылдар 31 жасында өмірден өтті. Бауырымыз Базарбайұлы Орынбай 1947-1992 жылдар. Кеген ауданы Жалаңаш орта мектебін 1965 жылы бітіріп, 1966 жылы Алматы қаласы Нарқос институтына түсіп, 1972 жылы аталған институттың экономист факультетін бітіреді. 1972 жылдан бастап өмірінің соңына дейін Тоғызбұлақ колхозында экономист-бухгалтер болып қызмет атқарады. 1992 жылы 45 жасында дүниеден өтеді. Бауырымыз Базарбайұлы Ырысбай 1949-2009 жылдар. Кеген ауданы Жалаңаш орта мектебін 1967 жылы бітіріп, 1969 жылы Алматы қаласы Ленинградский гидромертивный лицейін аяқтап, 1970 жылдан 1983 жылға дейін ауа райын зерттеу станциясы мекемесінде меңгеруші болып қызмет атқарады. 1980 жылдан өмірінің соңына дейін Межколхозстрой мекемесінде құрылысшы болып жұмыс жасайды. 2009 жылы 60 жасында дүниеден өтеді. Бауырымыз Базарбайұлы Жарқынбай Кеген ауданы Жалаңаш орта мектебін 1969 жылы бітіріп, 1975 жылы Тоғызбұлақ колхозында трактор жүргізушісі, 1980 жылдары Алматы ауыр машина жасау заводында темір жонушы, 1996 жылдары Шелек ауданы Куликово ауылында ұстаханада ұста болып жұмыс жасаған. 2007 жылы 55 жасында дүниеден өтеді.
Күйеу баламыз Самалханұлы Бақыт 1963 жылы Талдықорған қаласы Кировск ауданында өмірге келіп, қарындасымыз Баян екеуі 1990 жылы отау құрады. 1991 жылдан бастап Көксу аудандық санитарлық эпидемиологиялық қызмет мекемесінде әр салада жұмыс жасайды. 2020 жылы 50 жасында өмірден өтеді. Біріне жеңге, біріне асылжар, балаларына ардақты ана Кеңесбек қызы Күлтән 1963-2014 жылдар Жамбыл облысы Шу ауданы Алға станциясында 1963 жылы дүниеге келеді. 1980 жылы орта мектепті бітіріп, Алматы бас сәулет құрылыс училищесіне оқуға түсіп, 1981 жылы тұрмыс құрып, 2 қыз, 2 ұлды өмірге әкеледі. 2014 жылы 51 жасында дүниеден өтеді. Анаға сағыныш. Келмесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласың. Анаң ғана мәңгі өмір сүрердей жаулайды екен перзентінің санасын. Асыл ана, жүзің нұрлы күнедің, шаңырақтың мерекесі гүледің, сабырледің, қадамы бар салмақты, мейірімге бөлеушедің жан жақты. Барлық балам болса екен деп қасымда, барлықтарын теңеп қойып асылға. Бәрім бірдей көре алатын анашым, жасыңызды жетсе дебек ғасырға. Адалдықты сүйген еді жанындай, таза жүрек қалай тұрсын сағынбай. Сағынамыз мейірімге бөлеген кезіңізді, жүре алмаймыз бұл тағдырға бағынбай. Кеттің ана, жұмағыңа білеміз, дұға тілеп еске алып жүреміз. Ақ жаулығың исіңізді сіңдірген, соны искеп аңсап кейде жүреміз. Даусың сенің естілгенде жібідік, сол даусыңды іздеп жаным түңілдік. Жадыраған жаның жаздай көрінген, жансыз бейне суретіңе үңілдік. Ана жаным, ақ жүрегің кеңеді-ау, қиналсаң да еш білдіргің келмеді-ау. Сіздей мейірімді бола алмаймыз, жоқ дегенде бала жүрек сенбеді-ау. Жаным, анам, жалған өмір мәңгі емес, пәк жүзіңдей естіледі таң келес. Тек жақсылық оймен ғана жүреміз, сізсіз өмір өтер бірақ мәңгі емес.